мен өзімнің қызмет орным мемлекеттік ансамбльдемін. Өйткені біздің мемлекеттік ансамбльде шетел билерін мемлекет ішіне тарқату деген осындай бір міндет бар, осындай ансамбль. Сол үшін мен ең алғаш осы қызмет орныма ансамбльға кіргеннен бастап өзіме тән, өзімнің ерекшелігім бар, осындай бір би түрін қабылдауға осындай бір бет алған. Сол кезде осы Ирландияның степ табан би деп айтып жатырмыз. Осы мен айналысқан 15 жыл болды. Нағыз сахнаға сахналық би ретінде бірінші рет Қытай елінің мемлекет ішінде бірінші сахнаға шығарған мен болатын. Бұл биде жалғыз ғана әрекеттің қимылынан сырт дауыстың. Сол үшін біздің көрермендерге болмаса дене әрекетінен басқа тағы да музыка ретінде дыбыспен әрекеттің қосылмасы болғандықтан өзінің көрермендерін яки мені де жақсы баурайды. Сол үшін ниеттім осы жолы қазақ биімен бірліктіргендегі мендегі бір ой, біз ат үстіндегі ұлтпыз. Сол үшін біздің аттың мысалы жүрісіндегі шығып атқан дауыстарына көлемдеп, мысалы осы билерден бір нәрсені, қазақтың тұрмысындағы бір нәрсені қосып шығаруға мүмкіндік бар. Сол үшін бұл бірінші реткі сынақ ретіндегі қазақ биімен осы бидің біріктіріп, мүмкін өзімдегі бұдан кейіндегі өзімнің арманым істейтін осы қазақ биінің ат үстіндегі азаматтардың тұлғасын осыны сахнаға шығаратын болсақ, мүмкін осы Ирландияның степ табан биін қоссақ менше әбден мүмкіндік бар деп ойлаймын. She ate to have me balance.